Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Алмас X. Бүгінгі видеода Brawl Stars ойын ойнайтын боламын. Ал не ойнаймын деп ойласаңыздар, мен обзор түсіретін боламын. Ол қандай персонажға? Ол Джин деген персонажға. Не үшін Джинға десеңіздер, мен оны енді ғана түсіріп алдым, бірақ 150 кубок жинап тастадым сразу. Кішкене мықты, бәрін ұттым, күшті. Ал енді мен сіздерге алдыңғы видеода айтқан болатынмын, көптеген сундуктар жинақ қойып сөйтіп видео түсіремін дегенмін, бірақ мен ол сундуктарды жине шыдай алмай ашып тастадым. Сөйтіп мега ящик, 6000 кубокқа түскенде мега ящик береді. Соны ашайым, сол кезде осы Джин деген персонаж ұшып келді маған. Міне оны енді алдарыңызда тұр. Енді оның несін көрейік. Джин дегендерін. О да 3600 мен 1000 атака өстіп, мынандай несі күшті, волшебная рука тартып аласады бұл нені. Алысқататын бір бәлені дальностағы. Енді достар, мен көптеген персонаждарды 20-шы ранға көтеріп тастадым. Міне олар уже бесе уже тағы да көбейе береді. Сундуқты сундуктарға жинай беремін. 7000 трофейге ештеңе видео түсіретін боламын. Көптеген сундукқа жинаймын. Енді қарай ашып тастамаймын. Соған үшін шыдайтын боламын. Сол кезде видеосын түсіретін боламын. Бірақ енді оған үшін әлі күндер бар. Әлі тағы да видео түсіруім де мүмкін. Енді достар, осылай енді Джинмен бәріне столкновение ойнап тастайын. Сразу парная. Енді кеттік. Міне басталып жатыр. Енді қандай... Опа, поккомен. Нормально. Осы достар, бұл енді бір минусы. Андай азақ жиналады. Әрине ондай сундуктарды әрине не істейсің. Әрине аласың. Бір минусы сондай, бірақ бір жақсы алысқа адады. Қараңыздар, мысалы қатты алыс емес, бірақ алға ұшқанда күшті алыс. Сондай күшті. Қазір покқа көмектесіп тұрайық. Енді қандай крисалар бар екен яқта? Жота ешкім жоқ. 4 банка жинап тастадық. Оппа, таратып. Мені осындай күшті оның. Джиннің алысқа атады. Ультрамды толтырып алайын да бір тартып алайын өзіме қарай. Жота покка өліп отыр. Молодец. 9-ны жинап тастапты. Қазір өліп тастайық. Покко. Қашпа. Қашып отыр. Оппа, покко, нормально. 10-ны жинап тастадық. Оппа. Биби түскенде вәше күшті отыр еткені. Мықты. Проблем. Джинмен просто көп ойнамайым да. Қатты мықты емес. Джин бірақ мифический, білмеймін қалай екен. Оппа, кім өліп тұрсың ғой сен? Жоқ, жетпейткен. Саған кете. Арттарынан қолап баратып. Оппа. Өйбей, неге дейіп бітті кактусқа. Бәрін жауытып атып. Покко өліп сат. Нормально. Что-то бірінші болатын сияқтымыз. Лучше всех боламыз деп ойлайын. Оппа, болды, өліп сатыр екемізгі. Біреуін тарт алайын, қазір қызық болсын. Бергел, Биби. Биби деген тартып алдық. Биби. Оппа, оның несі шықты. Оны өліп сатайық. Бергел, қорқпа. Енді столкновение, қазір біреуін тартып алатын боламыз. Бергел өлді. Болды, өлдірдік. Давай покконы. Мортисті өлтіріп сал, или жоқ. Бұл өз алып қалды. Болды енді достар. Бәрін чөм болдық. Твоя команда лучше всех дейді. Ұстық. Джинмен нормально ойнаған. Егер өзінің напарнигін мықты болсағаны. Міне енді достар, сіздердің көздеріңізше бірінші орын болдым. Енді бірінші орын көп бола бермейсін. Енді видеода бірінші орын болу енді кішкене қиындау. Енді мен азақ болса да кішкене сундук жинақ қойдым. Енді соларды ашайық. Мен ана кезде айтқанмын, қалай легендарка түсіру туралы. Жемей деген күтіп не істейміз деген, бірақ ол маленький сундукқа істемей қою керек негізі. Болады істемеуге. Просто менде азақ сундук, сол үшін істедім. Жемейді күттім. Түсінбей алдым ғой, жаңа бәрін өтісіне деп. Жоқ, не берді? Купон. Тағы біреуін ашайық. Тағы бұдан да жемейді күтейік. Шықты ашайық. Жоқ, түскен жоқ. Эльпимамен ауызаға берді. Енді большой ящик. Енді басайық. Жемейді күтетін боламыз тағы да. Шықты. Енді 1, 2, 3,
4 5 и жоқ шыққан жоқ. Енді қазір жиынға берсе екен. И ой, боға берді. И жоқ, 2 купон. Нормально, хотя 13 купон. 3000 не жинап тастадым. Нет, звездные силы. Жоқ, звездные очки 3000 жинап тастадым. Көп нәрселерді жинап тастадым. Енді джин обзоры мықты. Джин енді мықты. Әсіресе сатып алғанда бір 6 қататын, мысалы Барли болсын, тағы бар. Анау жаңадан шыққан Барлидің аты кім еді анау? Тик, я тик солар татып алғанға әдемі не? Әдемі Барли. 6 қатқанда енді қатты 6 қатады екен, күшті. Қазір оның несін көрейік, пассивкасын. Джин лечит всех союзников поблизости, восстанавливая им 200 очков дейді. Здоровье в секунду дейді, короче. Түсінбедім, короче. Енді өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Мына Джин поддержка дейді. Адамға көмек береді деген сияқты адам емес, адам ғой бәрі. Енді Джин енді өзінің түріне қарасақ бір монстр, Фрэнк деген сияқты тақ. Сондай, короче, монстр түрі. Не деп ойласаңыздар. Енді достар, осы Джинға обзор. Енді тағы да жаңа біреулер түсіріп жатса, монтап видеосын жіберетін боламын. Енді көбісі обзорлар түсірген жақсы көремін. Енді достар, осы видео ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазыңыздар. Неше түрлі комментария жаза беріңіздер, мен бәріне лайк басатын боламын. Ал видео ұнамаса дизлайк басыңыздар. Кішкене ойланып көріңіздер. Лайк баса беріңіздер, ұнамаса да бәрібір. Ал енді жаңа көрермендер болсаңыздар, немесе әлі каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналға обязательно тіркеліңіздер. Сосын колокольчикті басыңыздар, сол кезде менің видеомды ешқашан ұмытпайсыздар және ең бірінші болып көретін боласыздар. Енді достар, сіздермен бірге болған мен Алмас X. Сау болыңыздар.